Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен самсаның осылай әдемі тиюдің түрлерін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін, пышақтың ұшымен осылай жаймен кесіп алып, екі бүктеп аламыз. Фаршымызды ортасына көп емес, орташа мөлшерде саламыз. Мен видеода көрсеткендей етіп істеулеріңізге болады. Бұл бірінші тию. Екінші, қазіргі хит болып жатырған самса тиюдің түрі, яғни тюльпан самса. Үшінші тию, ол барлықтарыңызға таныс, күнделікті өмірде істей беруімізге болатын қарапайым үшбұрышты тию. Самсаларымызды қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.